Биткоин ондай көрінбейтін болғандықтан, өкінішке орай, бұның заңсыз әрекеттерге қолданады. Өте серьезно қарау керек бұған. Интернетке сақтап қойсаңыздар, хакерлер сіздің пароліңізді алады да, көшіріп алады да, биткоиндарыңыздың барлығын аударып алады. Сіз ештеңе бітіре алмайсыз. Биткоин лохотрон емес пе дейді көбісі. Биткоин лохотрон емес болғанмен, лохотронды қолданатындар, лохотрон жасайтындар үшін биткоин тамаша құрал. Неге бұл жерде адами факторлар бар? Биткоинді өздеріңіз білесіздер, осыдан бұрынғы видеоларымда айттым, басқа жерден де естіген шығарсыздар. Ешкімге бағынбайтын, ешқандай ұйым басқара алмайтын, және ешқандай ұйым отслежка дейді, яғни қадағалай алмайтын тәуелсіз демократиялық ақша десек болады, тәуелсіз сондай сет. Децентрализованный, яғни орталандырылмаған, орталық жоқ, кез келген адамның қолында құрылғысы. Сол себептен бұл жерде блокчейн технологиясы сондай уникальный технология десе де болады. Биткоиннің соны қолданып, яғни биткоиннің ешкімге бағынбайтын, ешкім қарай алмайтын қолданып, мысалы сетевой маркетингтер соны қолданды. Ақшаны биткоинға ауыстырады, одан кейін адамды алдап кетсе, мен бір жерге аударып жіберсем, лақтырып жіберсем, жаңағыдай ешкім қадағалай алмайтын болғандықтан, еш ұйым басқара алмайтын болғандықтан, ешқандай үкімет, ешқандай орган биткоиннің қайда кеткенін, қаншасы қайда кеткенін, немесе қайда аударып жібергенін, тіпті мені ұстап алған жағдайда да, мысалы мен біреудің ақшасын лақтырып жібердім де биткоинмен, мені ұстап алған жағдайда да өзімді мәжбүрлеп мойындатпаса, кімге аударғанын сайттан қарап көре алмайды. Ал банкте әрине міндетті түрде тиын тебеніне дейін көріп тұрады. Ал биткоинда ондай көрінбейтін болғандықтан, өкінішке орай, бұның заңсыз әрекеттерге қолданады. Нашақор сату, тағы да басқа, тағы да бір нәрселер, біреумен шетел арқылы заңсыз тауарларды кіргізуге, ақша аударуға, тағы да басқа қолданады. Бұл жерде адами фактор болғандықтан барлығы максималды түрде абай болу керек. Не істеу керек? Біріншіден, биткоинға ешкімге биткоинді, яғни товарды қолыңызға алмай, биткоин лақтыр дегенге ешкімнің адресін алып лақтырып жібермеу керек. Біріншіден, екіншіден, адрес лақтырайын деп жатқан қасыңыздағы адрестің дұрыс екеніне көз жеткізу керек. Өйткені бір қателік жіберсеңіз, болды, артқа қарай кері қайтару мүмкіндігі жоқ. Служба поддержка жоқ, яғни қолдау көрсету орталығы жоқ. Білесіздер, орталандырылмаған ақша болғандықтан, оның ешқандай орталығы жоқ. Сол себептен ешкімге сәтсіздік жағдайда ешкімге барып айтып, немесе ешкімге хабарласып қуына алмайсыз. Солай өзіңіз мұқият болу керек. Және биткоин кошелегіңізге міндетті түрде қиын пароль қойып, оны интернетке сақтамау керек. Интернетке сақтап қойсаңыздар, хакерлер сіздің пароліңізді алады да, көшіріп алады да, сіз біреуге тіпті айтып жүрсеңіз, яғни әңгіме тарап кетсе де, біреу тіпті сіз ұйықтап жатқанда да келіп телефоныңыздан биткоиндарыңыздың барлығын аударып алады. Сіз ештеңе бітіре алмайсыз. Сіз ұйықтап жатқан кезде телефоныңыздың паролін білсе, аударып алып кетсе, болды, ақшаңызды жоғалтасыз. Сол секілді максималды түрде бұл жерде абай болу керек. Биткоиніңізді бір жерге сақтаған кезде оның паролін ешкімге бермеу керек, және қағазға жазып қою керек, міндетті түрде қағазға. Интернетке сақтамау керек. Интернет тіпті почтамен де жібермеу керек. Облако, Mail.ru, Google Диск дегендерге сақтамау керек. Өйткені пароліңізді басқа біреу білуі мүмкін. Ішіндегі биткоиннің кілт екенін білсе, әлемнің кез келген жерінен кошелекке кіріп, сіздің биткоиніңіздің барлығын аударып алады. Толығымен. Тек қана биткоин емес, кез келген криптовалюта да осылай. Бұл жерде толығымен жауапты өзіңіз болғандықтан, яғни өз ақшаңызға өзіңіз ғана жауапты болғандықтан, сол себептен паролін мұқият түрде өзіңіз абай болып сақтап қою керек. Және аппаратный кошелек дейді, флешка секілді құрылғыға сақтау керек. Өйткені аппаратный кошелектер өздеріңіз көріп тұрған суретте көріп тұрғандай, флешкаға ұқсайтын осындай құрылғы осының ішінде сақталады. Бұны жоғалтып алған жағдайда қалыпқа келтіру болады ключ. Және биткоиндарыңызды интернетте, сетте, онлайн кошелектерге сақтамау керек. Осындай құрылғы аппаратқа, ноутбугыңызға, осындай немесе өзіңіздің флешкаңызға сақтау керек. Және оны жоғалтып алмау керек. Егер өзіңіздің ноутбугыңызға, өзіңіздің флешкаңызға сақтаған болсаңыз, резервтік көшірмесін жасамаған болсаңыз, жоғалтып алсаңыз, ақшаңыз бірге солармен бірге кетті деген сөз құрылғының ішінде. Ол орталықта сақталмайды, білесіздер, өздеріңіздің құрылғыларыңызда ғана сақталады. Сол себептен осылардың барлығын ескеріп, максимал түрде өзіңіз абай болу керек.
Ал лохотронға қайта оралсақ, лохотрон деген, яғни кейбіреулер биткоинмен төле, былай істе, биткоинмен төлесең осындай ақша аласыз, немесе биткоинді аудар деген интернеттегі ешқандай жарнамаға сенбеу керек. Ешкімге биткоинді қарадан қарап себепсіз, яғни жеке кездесіп алмай биткоинді аударуға кеңес бермеймін, ешкімге аударып жібермеу керек. Аударғаннан кейін оның ол товарды беретін немесе ол қызметті көрсететін жөнінде ешкім сізге гарантия бере алмайды. Сол себептен жеке кездесіп қана аударуға болады, яғни келісім шартпен деген секілді. Сол себептен ешкімге артық ақпарат таратпауды керек және аудармау керек. Парольді, яғни сейфтік кілтіңіз болғандықтан ол сіздің крипто ақшаңызды сақтап тұрған. Сіздер өздеріңіздің өте бағалы заттарыңызды мұқият сақтайсыз. Дәл сол ретінде өте серьезно қарау керек болған. Өте серьезно қарап, солай кілтіңізді максималды абай болып сақтап қою керек. Сол кезде ғана нелерден сәтсіздік жағдай сіздерде болу қаупі